Ассалаумағалейкум қадірменді көрермен қауым, Аладоп YouTube арнасына қош келдіңіздер. Сонымен біз бүгін Павлодар қаласындамыз. Дәл осында қазір Ақсу командасы Ақтөбемен кездеседі. Ақтөбе командасы Еврокубокта өнер көрсетіп жатқандықтан біршама матчтарды кейінге шегеруі тиіс еді, бірақ Ақсу командасы қарсы болған, жалпы үлгермей жатыр чемпионатта ойнауға. Сондықтан да амал жоқ, осында тікелей чартермен Румыниядан ұшып келген және осында футбол ойнайын деп жатыр. Енді одан кейін қайтадан Ақтөбеге кетеді деген сияқты осындай мәселелер бар. Ең бастысы, Ақтөбе осы мәселеден кейін негізгі құрамын шығарып отқан жоқ. Роман Изотов атақты ендігі аңызға айналып кеткен шабуылшы десек те болатын шығар. Қазақстандағы ең танымал футболшылардың біріне де айналып бара жатыр мұндай хейттен. Сондықтан сол Изотов ойнайды, жаңа Бессмертный деген жаңадан алынған футболшылары бар. Осындай футболшылар ойнайын деп. Карповичпен жаңа мен де сөйлестім, сөйтсем, енді амал жоқ, бізге қорғаушы керек еді, шабуылшы алуға тура келді. Мінекей осындай қиын жағдайдан кейін амал жоқ, Ақтөбе чемпиондыққа таласта осылай ойнайын деп тұр. Енді басты мәселе қазір Сепси деген командаға қарсы ойында өз-өзін көрсету. Ал Ақсу командасы мына жерде жаттығу жұмыстарын жасап жатыр қазір. Ақсу командасына бір ғана мақсат бар, ол премьер-лигадағы орын сақтап қалу. Сол үшін таласып жатыр, жан таласып жатыр. Бүгінгі матчта бір ұпай еншілесе, соның өзі де жеткілікті деп есептеймін. Ендеше мен видеоблогты одан ары қарай жүргізуге өзімнің шәкіртім Шыңғыс Сенғажиевке сөз кезегін беремін. Шыңғыс, сөз кезегі сенде. Ақтөбе футболшылар қазір жаттығу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Павлодардың орталық стадионында өте әдемі екен, қараңыздар. Оның үстіне ойын бүгін 21:00-де басталады. Астана уақытымен бұл дегеніміз кешкі нағыз Еуропаның футболы деген сөз. Қазір қос команда жаттығу жұмыстарын жасап жатыр. Бүгін айтпақшы, Роман Изотов негізгі құрамда шығады екен. Жаңа ғана құрам белгілі болды. Бұл Ақтөбе екінші құрамды шығарғалы жатыр. Ақсуда ендеше бүгін сәл де болсын мүмкіндік бар деген сөз. Ал қазір мына жерде команданың бас бапкері Андрей Карпович мырза бүгін қандай тактика дайындап әкелді, оны ойында көретін боламыз. Құрметті оқырмандар, жаңа мен бір жаңалық естідім. Инсайт маған айтпа деген, бірақ та Аладоптың арнайы оқырмандарынан ештеңе жасырмау керек деп ойлаймын. Жаңа ғана бас бапкер Карповичпен сөйлестік. Румыниядан ұшып келген, демалған жоқпыз дейді, самолеттің ішінде де біраз шаршау бар. Оның үстіне қазір Павлодарда ауа температурасы өте төмен. Жаңа ғана өзі костюм шалбармен тұр. Ойыншыларда экипировка, жаңағы қалың киімдер жоқ, әбден жаураған. Сол жайлы айтып жатыр. Енді бүгінгі ойынға ол әсер етпейтін шығар, дегенмен де бір елеп ескеретін жағдай. Ал жаңа ойынды ауыстыру жағына келетін болсақ, егер де осы келесі раундқа өтіп жататын болсақ та, біз ондай қарсыластардан бір ондай жылылық күтпейміз деді. Сондықтан да мықтап дайындалып отыр, өз-өздеріне сеніп отыр. Былайша айтқанда, өзіңе сен өзіңді алып шығар дейді ғой. Дәл сол ұстанымда Карпович ұстанып отыр. Қазір мінекей Қасым, Струмия бар, Яшин, Байтана, Сантана барлығы бұл футболшылар не қосалқы құрамда қалады. Ол белгілі. Еурокубоктық ойындарға байланысты Ақтөбеге ешкім демалыс беріп жатқан жоқ, қарсыластар кезіп те жатқан жоқ. Тиісінше жығылған үстіне жұдырық болып бұл командаға енді ары қарай білесіздер, барлығын айтпай қойсақ та болады. Сондықтан да бұл ойыншылар Еурокубоктық ойындар бар, ертең барлығына керек. Мынандай жасаңды алаңда жарақат алып қалмау керек деген секілді. Сондықтан Ақтөбе бүгін екінші құрамды шығарды. Еке қазір жанымызда Ақтөбе ТКБ парақшасының админі Ернар ағамыз. Ернар, жаңа Карпович айтып жатыр, Атырауға біз жаңағы запрос жібердік, бірақ қабылдамайтын секілді деп. Өзіңіздің ойыңыз қандай жалпы? Ақтөбеге осы Еврокубокта біреу орын бермей, сондай бір қысылтаяң сәттерде жүр Ақтөбе. Сіз қалай ойлайсыз? Атырау қабылдайды деп ойлаймын. Себебі ол батыстың командасы, батыстың клубысы, Каспий сияқты емес. Каспий деген Астанаға сатып кеткен. Астана ниеті соларды істейді. Атырау деген Астанаға бағынбайды. Себебі Астана жақында
ойында шегерек тигенге отказ берді Атырау жақында. Сол үшін Астана мен Атырау 0-0 болып қалды. Солай? Сондықтан Ақтөбеге, Атырауға сенесіз, Иә. Ал жаңағы 4-ші іріктеу кезеңі өтіп жататын болса, егер Ақтөбе келесі ойындарда да менің ойымша бермейтін секілді жаңағы команда. 15 күн период болады. 15 күн демалыс болды, сондықтан қараңыздар, стадионның ішінде ешкімге айтып қоймаңыздар, Ертіс футбол клубы деп тұр, қараңыздар, жарқырап. Бұл не деген сөз? Жақында бір жақсы жаңалық болып қалуы мүмкін павлодарлық жанкүйерлердің назарына. Жаңа ғана айттық қой, Павлодар қаласында ауа температурасы өте суық, қараңыздаршы, қалың киіндік, соның өзінде қазір суық шыдас бермей тұр, құдды бір қар жауатын секілді ауа райы болып тұр қазір. Бірақ соған қарамастан Павлодар жұртшылығы футболға деген махаббатын көрсетіп, мінекей жаңа көріп отырмыз, кішкентай баладан бастап еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін футболға жиналуда, барлығы ойын басталғанға дейін ойын кезінде мына трибуна толықтай толады деген сенімдеміз. Бүгінгі ойын Дмитрий Агайдың құрметіне өткелі жатыр. Сондай-ақ прессинг мен Германия командаларына өнер көрсетті. Жалпы футболға футболын жанкүйерлер қайырлы кеш, добрый вечер, давайте, друзья, уважаемые болельщики. Неке қос құрамада алаңға шығуға дайын. Дмитрий Шамко бастаған Ақтөбе футболшылар қазір бірінші жиналып сапқа тұра қалды. Жалпы бүгінгі Ақтөбенің жеңісіне үкіметкерлік кеңселер де, жанкүйерлер де сеніп отыр. Дегенмен Ақсуда бір оңайлықпен беріле салатын қарсылас емес, сондықтан да ойын қызықты болады деген сөз. Елдер Сантана бүгін Ақтөбе екінші құрамымен шығатынын ескерсек, және оның үстіне Ақсудың үйдегі ойын өз жанкүйерлерін жерге қаратпау керек деген секілді фактілер бар. Соған сүйене отырып, бүгінгі Ақсудан да бір қосылсы күтеміз. Мінекей футболшылар алаңға шықты. Қандай әдемі көрініс, қараңыздаршы. Некей төрешінің сықырға шалында Артем Кучин мырзаның футболшылар, Ақтөбе футболшылар бірден шабуылап қойды. Бүгінгі ойында жалпы айттық қой, жаңа ғана өте қызықты, өтуі тиіс. Мінекей жаңа ғана Ақтөбе жанкүйерлерін көрдіңіздер. Абай атамыздың көзімнің қарасы әніне салып шырқауда қандай керемет. Айта кетейік, осы апта Абай апталығы деп жарияланған болатын, Абай күні. Сондықтан да мінекей Ақтөбенің жанкүйерлеріне өте үлкен респект. Дмитрий Шамко қазір қорғанысты бұзып жарып келе жатыр. Қыбырайдың пасы. Изотов қазір атаңызға айналған. Изотов соққы бақтады. Бұл Изотовтың алғашқы соққысы. Құрметті Аладор оқырмандары, тарихи сәттің куәсі болдық. Тарихи сәтті осылай түсіріп алдық, қараңыздар. Доппен Қыбырай қазір. Қыбырай бүгін біраз жұмыс атқаратын секілді қапталмен қазір Ақсудың қорғанысын бұзып жаруға тырысуда. Дегенмен Ақсу қорғаушыларда сауатты қорғануда. Дмитрий Ақтөбе фанаттары қазір жандыруда. Ойын қазір бір сарында өтіп жатыр. Сондықтан мен сіздерге бір шағын
инсайтпен жаңалықпен бөлісе кетейін. Білесіздер, осыған дейін де барлық басылымдар айтып жатыр, Ақтөбеге жалпы қарсыластары демалыс бермеуде. Ол ештеңе емес. Тіпті күн ауыстырмақ түгілі осы ойынды Ақтөбе футбол клубы Ақсудан сұраған Астана уақытымен кешкі сағат 6-да өткізейік деп 18:00-де. Бірақ клуб оған да көнбеген. Көрдіңіздер ғой. Қайдағы күн тіпті сағатқа да келіспей жатыр. Қазір Ақтөбе гол соқты. Нянг-бо болса керек, қазір байқамай қалдық. Ақтөбенің жанкүйерлерінің қуанышы. Өте керемет соққы болды негізінен. Роман Изотов қазір неке бұлтын шеш тастап айналда. Изотовқа бұл да әсер етпейді. Жалаң аяқ, жалаң төс қазір Изотов. Бұл соған дейді қазір бұлтын шеш тастады, қараңыздар. Бұлсы мұна жақта жатыр. Бұл әрекетін түсінбедік неке Изотовтың. Әлде болса жалаң аяқ жүр. Төреші Артем Кучин болса Буцинді кейдеді, бірақ та оған бағынып жатқан әрине жанкүйерлердің айқайын тыңдамайтын Изотов Кучинді қайдан тыңдай қойсын. Неке қапталдағы төреші Изотов алаңды босат деді. Изотов орысшалап өзінің бір әдемі сөздерін айтып жіберді, естісеңіздер. Қазір бірінші таймның соңғы минуттарында Ақсу шабуылға шығуда. Қазір соқпақтады және рикошет. Бірақ Ақтөбе қорғаушылары алып шықты. Ақсу гол салуға тырысып ақ жатыр. Ол футболшыларды кінәлауға болмайды. Алыстан соққы, тағы да рикошет. Бірақ қақпаға тепкен топтар дарымай жатыр. Бұны айттық қой, Қыбырайдың қапталда жұмысы өте көп. Соққы және Нянг-бо не істеп тұр қазір? Оның жанында Жұмабек бар еді. Неке осылайша қонақтар есеп ашты. 15-ші нөмірдегі Нянг-бо қазір ойынның 35-ші минутында әдемі гол салды. Есеп 0-1. қазір алаң иелеріне ес жиып қарымтасын қайтару керек. Әйтпесе мына суықта, қаншама суыққа қарамай келген, қара суықты аңғармай келген жанкүйерлерден ят болады. Қазір антрак. Не, футболшылар отырған орындықты көрдіңіздер ғой, қапталған қалың маталармен және де осындай қалың көрпелер. Әйтпесе қазір стадионның ауа температурасы өте суық. Қазір екінші тайм басталып кетті. Төрешінің ысқырығы және де екінші таймнан көп нәрсе күтеміз. Қазір Ақсу шабуылда, Ақсу футболшылары жаңа ғана сыртта түсіруге мүмкіндік болмады, бірақ та жанкүйерлермен біраз тілдескен едім. Бүгін ойыннан гол күтіп отыр, әрине ол түсінікті. Суыққа да қарамай бүгін ойынға келдік деп отыр. Және де сол жанкүйерлердің өкілеген үмітін Ақсу ақтайды деген сенімдеміз. Неке Ақсудың шабуылы қазір соққы. Гол! Ақсу гол соқты. Неке жанкүйерлердің қуанышы. Жаңа ғана айтып тұрдым ғой, Ақсудан гол күтеді. Және соны орындады қазір. Таблодағы есеп 1-1. Және қазір ойында өте қызық жағдай орын алды. Жаңа ғана Лима дебюттік голын соққан болатын, дебюттік ойынында. Ақсулық жанкүйерлердің, павлодарлықтардың өкінішіне орай төреші Артем Кучин қазір бар қарады және де
гол офсайдтан салынған екен. Енді келісу келіспеулер өз еркілеріңізде, дегенмен де Кучин білесіздер өте тәжірибелі, өте жұмысын адал атқаратын төрешілердің бірі. Сондықтан да енді Ақсуға гол соғуға әлі кеш емес дегенмен. Неге қазір керекөлік жанкүйерлердің төрешіге деген базынасы ысқырыға қазір екінші голды салған еді, дегенмен де ол да офсайдта қалып қалған екен. Ақсудың жолы болмауда әзірге, 2 офсайд. Төреші Артем Кучин қайтадан бар қарап жатыр, екінші мәрте. Ақсудың жаңаға екінші голы есепке алынып алынбауы қазір Артем Кучиннің қолында. Неде болсын қазір вар көрсететін болады. Мына бір таблоға бүгін маза болмады, біресе есепті өзгертті. Және гол! Ақсу осы жолы голы есепке алынды қазір. Жанкүйерлердің қуанышы. Дамир Марат қазір дене қыздыру жаттығуларын жасап жатыр, қазір алаңға шығатын секілді. Осы ойыншыны ұлттық құраманың жастар сатында ұлттық құрамаға керек деп бірнеше рет айттық. Биыл шақырып қалуы әбден мүмкін. Ой, қандай сейф қазір. Есепті еселейтін мүмкіндік бар еді Ақтөбеде. Нақтырақ айтқанда Жұмабек, Абылайхан Жұмабекте мүмкіндік болды. Баспен соққы бағыттап көрді дегенмен. Және қазір ойында байқап отырмыз, бағанадан бері Майлсон Лима деген жаңадан ойыншы келді ғой, оны Алатопқа жаздықта. Дегенмен айтсақ айтқандай, шыны керек, класс жағынан болсын, техника жағынан өте керемет ойыншы екен. Ойыны жалпынап жатыр бұл ойыншының. Жаңа өкінішке орай енді гол есепке алынбады, бірақ тырысып көріп жатыр. Егер осы қарқыннан қайтпайтын болса, бүгін гол салып тынады, бұл тәжірибелі ойыншы. Бүгінгі Ақсудағы жалғыз голдың авторы әзірге Дінмұхамед Қараман жарақат алып қазір алаңнан шығып бара жатыр. Бұрыштама және Гадранидің соққысы еді, қазір қақпашының дәл қолынан табылды. Қазір дәл осылай жүруге мәжбүрміз, себебі ауа температурасы қазір уақыт өткен сайын төмендеп барады. Тіпті футбол көру бұндай ашық стадионда мүмкін емес жағдайға айланып бара жатыр. Дегенмен де қараңыздар, суыққа қарамастан, осындай күздің сүйектен өтетін суығына қарамастан, жанкүйерлер орындан тыпыр етпей командасын соңғы сәтке дейін қолдап отыр. Және қазір Струмияның қандай мүмкіндігі бар еді. Ойынның негізгі уақыты бітті, 90 минуттыға. Төреші 7 минут қосып берді. Енді бұдан артық не керек қос командаға да? Гол салу керек. Кей жанкүйерлерді көрдіңіздер ғой. Гол сұрап тұр Ақсудан. Ал Ақсу болса керісінше уақыт созып әлек. Байтана қазір пас асырды және кетті. Гадрани осымен неше рет соқты жұмсады. Неке қазір ойын аяқталды. Есеп 1-1. Өте тартысқа толы болды. Басқа не дейміз? 2 гол соқты Ақсу, дегенмен де жаңадан келген ойыншысы Лиманың голы офсайдта қалды. Барлығын өздеріңіз көрдіңіздер. Ақтөбе барынша ұмтылды, ал Ақсу болса соңғы минуттарда қорғанысқа жатып алды мықтап, және соның нәтижесінде Байтананың да Қыбырайдың да 1-1 пасын өткізбеді. Қазір артындағы таблодағы есеп 1-1. Бүгінгі голдың авторы Дінмұхамед Қараман. Жалпы Димаш бүгінгі матч қалай өтті? Ақтөбе қанша деген мықты команда ғой, бірақ тең нәтиже өте тамаша деп ойлаймын сендер үшін. Біз үшін әр очко, әр ұпай бізге керек. Әр ойын бізге ұпай алу керек. Ақтөбе өте
жақсы команда. Біреуіне білетін команда ғой. Біз жақсы дайындалып деп ойлаймыз. Бүгінгі голың туралы айта кетсең, өте керемет салған жоқ. Қолды айтып келсек, негізі сендім ұрған кезде. Гол шығар деп бар қарады ғой. Содан кейін бір Алланың қалауымен сондай гол салып жатыр. Шүкір дейміз. Рахмет, жақсы. Сәттілік келесі Рахмет. матчтарда. Қазір баспасөз мәслихатына кіретін боламыз. Ойыннан кейін қос бапкер не айтады екен. Қазір осылайша ойынды аяқтап баспасөз мәслихатына келіп отырмыз. Жанында Ернар Тыкова. Бүгінгі тең ойынға өкпе жоқ па командаға? Кімге өкпелейсің? Солай болды бірде-бір. Келесі ойындарда ұту керек дейсіз ғой. Иә? Негізінен бүгін өзіңіз ойын бастатын кезде шамамен есепті қанша деп жоспарлап едіңіз? 1-0, 2-1 деп сендім командаға. Но реализация болмады. Сол алдында Карпуш айтқандай, біздің Ақтөбені барлығы ұтқысы келеді. Солай Ақсу бұрынғы ойыннан қарағанда Каспийден 3-те ұтылып, біздің Ақтөбемен күшті ойнап кетті. Баратайрда күшті ойнады. Каспиймен қанша матч жеп келе жатты, бәрі біздің Ақтөбемен күшті ойнап кетеді. Неге күшті ойнайды үшін Ақтөбе? Андрей Владимирович, вот в интернете обсуждается, что Аксу, футбольный клуб, был против перенесения этого матча. Это так ли и как вы на это смотрите, когда команда представляет Казахстан в Еврокубках, играет важные матчи, перелеты каждые 3 дня матчи, это же очень трудно. И почему футбольный клуб Аксу не пошел навстречу? Ну да, конечно, мы до последнего хотели, чтобы этот матч перенести, потому что все-таки достаточно тяжелые перелеты. Понятно, что каждый клуб решает свои задачи. К сожалению, здесь не идут нам навстречу. По каким причинам, я не знаю, сложно судить. Я знаю, что клуб пытался перенести данную игру, но есть две стороны здесь. Сторона наша и, естественно, сторона Аксу. Почему они так поступили, это нужно задать к ним вопросы. Здесь, опять же, жаловаться не имеет смысла. Да, трудно, да, сложно. Но, к сожалению, нету того запаса прочности, чтобы мы в таких сложных ситуациях смогли выиграть такие матчи. Вот чего-то немножко не хватает, наверное. А то, что как поступают к нам по отношению к клубу, опять же, наверное, здесь самая главная фраза. У каждого свои задачи. И в данном случае наши задачи разные. И Актубе, и Аксу. Поэтому, наверное, не пошли навстречу. 13 сектор, болельщики Актубе, они же протестуют, как бы говоря. Они же сделали акт протеста в том матче против Кайрата. Ушли из матча на 13-й минуте. Вот это в интернете всегда пишут. Болельщики недовольны. Вот все это как давление оказывается на команду или на руководство. Какие шаги будут предприняты? Естественно, такие вещи, они немножко напрягают, потому что много чего пишется, много что говорится. Я могу лишь сказать одно, что те, которые футболисты сейчас есть, только они будут решать задачи. И я бы хотел, чтобы эту тему не спекулировали, потому что она просто всем уже надоела на самом деле. Нет у нас других футболистов, будут играть только эти, получается. Мнение болельщиков — это их мнение, естественно. Как раз комментировал, и после матча в кадре я увидел Эдриса Умаева. Он же отзаявлен от вашей команды, но он до сих пор, по-моему, с командой живет, да, в базе. И вообще в дальнейшем его судьба, как он будет? Или перейдет в другой клуб, или останется? Мне сложно сказать. Я знаю, что да, он отзаявлен, получается, но он находится в команде, он тренируется, не только он, и Артур Жулпа. Он тоже... Как это? Не играть и просто тренироваться полгода? Как это понять? Здесь вопрос не ко мне, я не юрист, эти все вещи я не знаю, детали, тонкости. Просто когда мы уезжали на выезд, они были с нами. Сейчас не знаю, какая другая история. Приедем, уже будем там понимать, что и как. А так, да, они были на матче, они тренируются, но мы
здесь тоже по-человечески поступаем с людьми, потому что отзаявили это одно, а срок действия контракта это совсем другие вещи. Поэтому мы как бы даем возможность ребят, они же наши ребята. Поэтому... Вахид Юнусович, у меня вопрос. Дошла информация, что аким Павлодарской области, он был не против перенесения этого матча, но команда или главный тренер, вы, то есть, были против перенесения. Это правда или слухи? Ну, до меня, в общем-то, не доходило. Мне позвонил Куленко, он попросил, ну, есть регламент, в общем-то. И мы как бы там отталкивались от него. У меня, к сожалению, слишком мало времени было для того, чтобы там что-то менять, наверное, и переносить. Вот и все. Времени мало было, да? И вот сегодня посмотрели матч, Ахсу очень хорошо играла, контратаки хорошие были. Вообще по составу, по игре, я думаю, я вот удивлен, почему команда на последнем месте сейчас. Удивляет меня вот это. Ну, меня тоже, вы знаете, я могу сказать еще так, там, на протяжении того всего времени, сколько я здесь, мы единственную плохую игру отыграли вот в Октаву. Там выглядели там мы неплохо в каждой игре. Там, ну, к сожалению, я могу сказать так, да, я ни разу не видел, там, чтобы ошиблись там, в нашу сторону, в нашу пользу. Понимаете, не от того, что там все время там то ВАР смотрит, там был матч с Каспием дома, домашний, отменили гол Силвы, потом признали, говорят, что он там правильно забил, да. Это такие немаловажные моменты тоже. Понимаете, конечно, нам тоже хотелось бы, чтобы ребята сейчас подобрали более-менее ребят, приехали, которые там и уже так. В составе вашей команды есть Алишер Сулей. Вот, по нему хотел бы спросить. Он же быстрый такой, на контратаках хорошо действует. Он в обоими, он тренируется, он готовится к играм, там где-то выходит, не всегда, может быть, там получается, там в этом в Каспии выходил, играл. Там. Но есть такие моменты, к сожалению, вот сегодня такая сложная игра была, там просто решили немножко чуть-чуть по-другому там. А так он в обоими команде. И вот сегодня во втором тайме вышел на замену Асламбек, каким здорово подключался к атакам, хорошо действовал. Я думаю, он мог бы играть в основном составе. Он играл прошлую игру в основном составе, мы не против, мы тоже за, просто мы думали, что оборона как бы наест, и он там добавит нам скорости, индивидуального мастерства, то, что у него есть. Мы тоже как бы там предполагали, предвидели эти моменты, и он очень здорово вошел в игру. И очень сильно помог сегодня команде. Міне осылайша біз бүгінгі ойынды қорытындылап, сіздерге барынша көрсете алдық деп ойлаймыз. Қос бапкердің не айтқанын көрдіңіздер. Бүгінгі ойын ғана емес, жалпы осы уақытқа дейін жанкүйерлердің көкейінде жүрген біршама сұраққа жауап берді. Көрдіңіздер, қаншама сұрақтар қойылды, қаншама сұрақ алмасу жауаптар болды. Біз осымен Павлодардағы видеоблогымызды аяқтаймыз. Бізді соңына дейін көрсеңіздер, сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де біздің Аладоп YouTube арнамыздан алдағы ұлттық құраманың қыркүйектегі ойындары бар, оғанға дейінгі жаңағы Еврокубоктар бар, барлығынан бір әдемі видеоблог күтіңіздер. Осымен біз әзірге аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.